естідіңдер ме? Жас мамандар мен тәлімгерлердің жарысы келе жатыр ғой апталыққа. Дайынсыңдар ма? Иә, дайынбыз. Иә, дайынбыз. Қатысасың ба сен, Жанбек? Қатысамын. Мен кеше дайындалдым тәлімгермен. Сіздер ше қыздар? Иә, біз де дайындалып жатырмыз. Әрине қатысамыз. Айтпақшы, сол жарыста кешегі орынбасарынан айтқан әзіл тәсілдермен сабақ өту керек екен. Сабақ өту керек? Иә. Қымыжыларыңыз дайын ба? Қымыжы дайын енді. Қымыжын дайындап отырмыз, иә. Қымыжы дайын демекші, менде қазір 4-ші сабағым бар еді. Мен сабағыма кете берейін. Жарайды, ендеше сәттілік. Ертең жарыста кездесеміз. Жақсы, сәттілік. Дайын болдың? Сәттілік. Ойна. Мен негізі құбылмалы адаммын. Жігітке жетөнерде аз демекші, негізі өзімді әр салада сынап көрдім. Жастайымнан өзімді сахна ортасында, яғни театрда сынап көрдім. Халық арасында жүргенді ұнатамын. Халықтың жағдайын көргеннен кейін қоғам белсендісі де болғым келді. Жастайымнан көбіне ақсақалды кісілерді тыңдап өстім. Атам Лепес қажы өзіме тұлға бола білді. Бойымдағы қасиеттердің қалыптасуына өзінің зор үлесін қосты. Атамның ертеден айтатын сөзі: өзіңді қатарыңмен сына. Міне, осы сөзді үнемі жадымда ұстай отырып, мұғалімдік саласына келдім. Өз қатарластарымның іс-әрекеттеріне, жетістіктеріне қарай отырып, өзімді жігерлендіріп отырамын. Мұғалім миссионер. Өз миссиямның басталғанына 2 жылдай уақыт болса да, сен не істедің? Бүгінгі таңға дейін не бітірдің? Кімге қандай тәлім тәрбие бердің деген сұрақтар маса бермейді. Менің әрі қарай өрлеуіме, мұғалімдік саланың биік шыңына жетелейтін бірден бір күш осы. Жас ұрпақтың бойынан талантты, білімді, дарынды, өзінің шебер болып қалыптасып шығу үшін ұстаздың алатын орны ерекше. Ұстаз ұлы тұлға. Ұстаздың орны төр демекші, ұстаз халқы жасай беріңіз. Бұл мен, Камшат. Мен бұл жағдайға қалай жеттім? Оның өзі бір қызықты оқиға. Менің ата-анам медицина қызметкері болғанымды қалады. Бірақ ата-анамның арманын бір мамандыққа ұштастырдым. Ол мамандық мұғалім. Бастауыш сыныпта оқып жүргенімде Жаңылша деген ұстазым болған. Сол ұстазымды өзіме тұлға ретінде қабылдадым. Сол ұстазыма қарап болашақта ұстаз болғым келді. Студенттік өмірді аяқтап, дипломмен жұмысқа қабылдандым. Ұстаз бұл біртұтас әлем. Бала күнімнен құқық қорғау органдарының қызметкері болуды армандадым. Бұл қызметте істеудегі басты мақсатым адамдарға қол ұшын созып көмектесу еді. Мектеп қабырғасында білім алып жүрген кездерімде осы салаға оқуға түсуге бірнеше оқу орнынан ұсыныстар келген болатын. Солардың бірін қабыл алып, оқуға түсуге шешім қабылдадым. Дегенмен, өмірде бәрі сен ойлағандай, сен елестеткендей болмайды екен. Бұл мамандыққа түсу мен үшін мүмкін болмады. Ағамның кеңесімен мұғалімдік салаға бет бұрдым. Педагог мамандығын оқып жүріп, бұл мамандыққа деген ынта жігерім ояна бастады. Осылайша құқық негіздері пән мұғалімі бола шықтым. Мектепте мұғалімдік сала мен әлеуметтік педагог қызметін қатар алып жүрмін. Бұл қызығы мен қиындығы қатар жүретін қызметтің бірі. Бұл қызметті ұсынған мектебіміздің басшысы Титанов Қайрат Үсенұлы. Иә, мен үшін үлгі тұтарлық жан. Қайрат Үсенұлы менің сонау бала күнгі арман мақсатымды сезгендей осы қызметке тағайындады. Себебі бұл қызмет арқылы мектебіміздің жағдайы төмен, көмекке мұқтаж жандармен көбірек жұмыс істеймін. Және де оған еш өкінбеймін.
Біз ұстазбыз. Мектеп білім ордасы. Әр адамның өмірінде мектептің алар орны ерекше. Адамзаттың бәрі мектеп қабырғасында болып, осында өз өмірін қалыптастыра бастаған. Бір кездері бала болып, асыр салып, ойнап қуып жүрген кешегі жалындаған студент болсақ, бүгінде Мұнайлы ауданы нөмірі 12-ші мектептің мұғалімі атанамыз. Әрбір адамның қуанышпен асыға келетін кәсібі болу керек дейді. Біздің кәсібіміз балаға білім беру. Осынау қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін кәсіптегі еңбек жолымызда өзіміздің сүйікті нөмірі 12-ші мектебімізде бастағанымызды мақтан етеміз. Мектебіміздің ауызбірлігі мен татулығын қалыптастыра білген мектеп көшбасшысы Қайрат Үсенұлы мен мектеп ұжымы бүгінде тек аудан, облыс көлемінде ғана емес, республика көлемінде де танымал. Атап айтсақ, біздің мектебіміз 2017 жылы ең креативті мектеп, үздік жетекші мектеп, 2019 жылы салауатты өмір салтын ұстанған мектеп, 2022 жылы үздік мектеп номинацияларына ие болды. Әрине, ол ең алдымен мектеп басшысы мен мектебіміздің ардақты ұстаздарының арқасында. Мектебіміздің әрбір пән бірлестігінің бір үйдің баласындай атқарған еңбегі, әрбір балаға берген білімі мен тәрбиесі, тәлімгерлеріміздің жас мамаға үйреткен тәлімі ұшан теңіз. Біз, жас педагогтар, осындай мектепте тәлімгерлерімізден тәлім алып, жарқын келешегіміздің іргетасын қалаймыз. Бойында ұлылықтың жатқан ізі, келешек ғасырға да мақтан ісі. Шуақты шежірелі тарихы бар мектебім ауылымның мақтанышы.